Саламатсыздар, мен Олжас Тоқобай достар. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай анимация жасайтынды үйрететін боламын. Бұрында өте көп комментарий болды. Сен қалай анимация жасайсың, ё-моё, айтшы деген. И мен, как обычно, ондай комментарийлерге жауап бермейтінмін. И бүгінгі видеода мен сол қателіктерді жөндеу үшін осы видеоны түсірдім. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий ұмытпаңдар. И давайте мен бастайын. Бірінші айтатын нәрсе ол программа. Мен Adobe Animate программасын қолданамын. Бұл өте ыңғайлы, простой программа. Сатып аласыңдар ма, ұрлап кетесіңдер ма, ол өздерінің решениелерің, бірақ көбінесе бәрі ұрлайды себебі. Бұл программа өте қымбат тұрады, қосын бұны сатып алғаннан гөрі кім біледі, түк шықпауы да мүмкін ғой, торрентпен жасағанда болады. И екінші нәрсе ол микрофон және графический планшет. Менде обычный Trus Mantis 232 деген микрофон және XP Pen Star 03 өте үлкен, өте мықты планшет. Планшетті жылағаннан кейін біз оның драйверін жазамыз. Ол обязательно. Вот драйвер, менде 2 монитор еще. И осы жаққа қоямыз. Нақта бізде пера, осы жақтан да оның уровень анамына көрсетіледі. Біз оны просто жазамыз, настроителдің түгі жоқ бұл жақта. И вот мына жаққа қоямыз. И вот еще вот мына жерде тұрайын. Вот былайынан егер біз уже алып былайын сызып атсақ, бүйтіп тек мынандай бір-ақ уровень сызса, бұл болмайды, бұл болмайды, бұл вообще. Сол үшін біз, короче, вот мына кнопканы басамыз, мына использовать нажим деген. И вот осы кезде бізде дыхание қарасай, опа, прям қалай қаншалықты бассаң, соншалықты бүйтіп үлкейе береді да сызғанша, опа. Міне. Мен сіздерге бүгін ең ыңғайлы, ең қолданатын заттарды үйретейін. Қалай жасауға болады деген сияқты. Келесі жолы егер тағы да бірдеңке қалсаңдар, оларды да үйрете аламын. Так, давайте бастайық. Вот, мынақта бізде таймлайн. Осы жақта біз анимация жасаймыз. Вот, мынақта қоса аламыз и вот еще, вот ең астында тұрғаны, вот, давайте мен сендерге көрсетейін. Вот, давайте бірдеңке сызайық мында. Бояйық оны. Что-то вот мынақта цвет ауыстыруға болады. Егер вот сендер бұла сызасыңдар, и вот мынақта бір мынандай орын қақпап, оны сызғыларың келмей тұрса, вот мынақта мынандай кнопка бар, размер промежутка деген, и осы жақта ең үлкенін қоямыз, и все, оп-оңай сызылады. Так, таймлайнға тағы бір не сызайық. Таймлайнда қайсысы ең жоғары тұр, и сол бірінші тұрады ғой, короче, басқалардың төбесінен бүйтіп өте алады. Вот, таймлайн. Бүйтіп өте алады, короче, оңайда, кайф. Удалить, бұл айтатын түк жоқ. Яқта бізде инструменттар, бұяқта инструменттарды настроить етуге болады. Вот, свойства, библиотека, света, свет ауыстыруға болады, дікін, дискотека. И яқта уже Adobe Animate бізге дайындап қойған өзінің заттары бар. Еще көрулеріңе болады. Яқта бізде әртүрлі заттар, өшіргіш, қалам, анамнағы. Так, ал давайте көрейік істеп сендерге. Обычный бір анимация жасағыларың келсе, онда бұл қиын түгі жоқ, өзіңнің кейіпкеріңді саласың, яқа. Енді әр бір кадрға, бір неге, слойға кейіпкеріңді сап, әр кадр сайын оны созып отқан, ол не делады. Сондықтан әр қайсын бөлек бір слойға саған дұрысырақ болады. Давайте мен сендерге көрсетейін, бір не салайын. Так. Былай, оп. Вот, енді тағы бір айтатын екі горячий клавиша, бұяқта ең маңыздысы, ол Ctrl-Z және Ctrl-Y. Ctrl-Z ол сендердің косяктарыңды, вот бұлай опа жасап қойдың, ол сендердің косяктарыңды алады, Ctrl-Z деген. Ал Ctrl-Y сендер косякты ойлап, косякты өшіріп, ол оказывается косяк емес шықса, онда Ctrl-Y-ды басам, сол кезде косяк емес, косягың ол қайтып орнына келеді. Айтын алсақ, пәлі болса бізге қажет жоқ. Так, давайте екі рет бассақ, біз наяқта уже аттарын өзгерте аламыз. Давайте мен Олжас деп қойын, наяқта бас деп, Б, и вот, все. Енді бұлай астына біз оның мойнын саламыз, себебі ол астында тұр, төбесіне шыға алмайды. Бұлайнан. Мен керемет айтамын деп ойламаймын, енді егер еще бірдеңе түсінбесеңдер, мен сендерге түсіндіре аламын қайтып. Кейіпкер дайындау бұл видео, давайте. Ол полибос аяғымен құзылмайды, сондықтан денесіне жалғай салайық. Асты көрінбейді.
Конечно, да, вот мына жақта бір кнопка бар. Содержимое клипа за пределами рабочей области. Осыны бассақ, мына жақта жан жағы өшеді себебі біз тек осы слойда тұрғанын ғана бізге көрсетеді да, осы анимацияның ішінде бәрі. Қосылайық на всякий случай. Так, іші и міне қолдарын саламыз. Мынаған түзу салайық. Мынаған ұшы қисайта опа дей салайық. И былайынан. Анта тоже солай саламыз. Мен сендерге енді Мерлин және Жансая сияқты емес, перемет, супер салатын. Менде мультяжный стиль, енді өздерің бір қиындатсаңдар, онда анимация жасауда қиын болып кетеді. Ну, солай, короче. Давайте бетін салайық. И давайте бояйық уж. На бетін өшіре тұрамыз. Вот мынақта еще вот бассақ өшеді. Біз вообще кадрды қолданамаймыз. Әдейі өшіріп қоямыз. Бұл да маңызды. И тағы бір нәрсе, кадрды прям өшіріп тастайды. Өшіріп артында тұрғанда қарай аламыз. Так, давайте біз бастайық. Қайсы бастаймыз? Бастау аламыз. И бояймыз. Қалып қалған, арасында қалып қалады, арасында қалмай қалады. Так, мынақта света. Осы жақта мен қолданатын вот мына биржевый. И көріп тұрамыз, мынақта уже банағы біз бүйтіп шығарғанымыз көрінбей тұр. Себебі ол мына кадрдың астында, и ол попросту шығамайды. Так. Давайте вот басқа не қойып қойық. Мында вот аяқ қолдарында бояйық. И ножки. Вот такой бізде кейіпкер. Мен мышкам дыбысы нерваларың айтты, кешірім сұраймын, сондай. Вот бізде былайынан шықты. Енді кейіпкеріміз типа осылай артқы фонтта былайынан қойып, артқы шетте фон қоюларыңа болады әртүрлі қылып. И давайте біз осы кейіпкердің анимациясын жасайық. Түк қиын жоқ. Біз F5-ті басамыз, сол кезде мынақта кадр үлкейеді. И F6-ны басамыз. Ол прям сондай кадр пайда болады, мынақта айырмашылығы жоқ. Так, F7 ол бізде кадрды өшіріп тастайды. Бұл бізде покадровый анимация жасауға арналған. Енді біз жасайтын нәрсе ол анимация деп айта алмаймыз, себебі анимация ол покадровый, ё-моё. Сондай нәрсе, ал біз просто кейіпкерді аламыз, былайынан созамыз, и біз соны анимация дейміз. Оның түгі жоқ, оның по-любому. Так, давайте енді бүйтеміз. Бір шетке әкелеміз. Осы жақта біз кейіпкерімізді аламыз, мынақта F7-ні басамыз. И вот мынақта мынандай кнопка бар. Структураны көрсететін, осын басамыз. И бізде бұрынғы кадр көрінеді. И давайте төбесінен бірден кесайық. Опа. Былайынан, опа. Мазгай. Так, мынаны өшіреміз. Вот. И астынан қолына да давайте бір қолын типа созғандай қылып өзгертейік. Опа. Былайынан жасаймыз. Обязательно бүйтіп артын бояп қойымыз, а то боялмай қалады енді. Мен мынаяқта что-то қол ұзарып кетті, бірақ бола бересің енді. Үйретсем болды маған. Мынаяқта қолын саламыз и бояймыз. Енді әрден бұл момент кейіпкерім онша емес көрініп тұр. Вот мынаяқта басамыз. Мынаяқта бізде уже пипетка пайда болады и уже керек неге қоясың. Вот светін өзі-ақ шығарады. Енді мынаяқта тағы F2 кадр таңдаймыз, который біз түк қойған жоқпыз, бірақ оғанда тоже пружинка қолданған дұрысырақ болады. F6. Так, мынаяққа сонша емес енді. Опа. Так, ортасына и создать классическую анимацию движения. Осы жақ басамыз и тағы F6-ны басамыз. Бізде кейіпкеріміз Шрек сияқты жасыл болып кетті. И енді біз жақындатамыз. Жақындату, алыстату үшін біз Ctrl-ды басамыз и бүйтіп мышканы қозғалтамыз. Доңғалады, оп. Сол кезде қозғалады. И біз былайынан көтереміз. Қатты көтерудің қажеті жоқ, а то фигня болып кетеді. Здорово, вот нормальный сүйкімді анимация. Серьезно, қатты қозғалтудың қажеті жоқ, а то мынаны өп кетеді.
көрдіңдер ма? Болмай қалды. Сондықтан жай қозғалтқан бүйтіп андай пружинканы жай қойған дұрысырақ болады, әдемі болады. Ал достар, біз классический анимация движенияға тоқталып қалсақ, давайте мен сендерге тағы бір білетін заттарды айтып жіберейін. Вот не істеуге болады? Мысалы, вот сендер машина салдыңдар. Машина салдыңдар, вот. Ну, типа, давайте машина салсайықшы. Вот. Внедорожник по вашим проходимостям бірдеңе салсайық, вот. И оның былай жүрген қалайсыңдар, обязательно он классический анимация движениен қолданасыңдар. Келесі демесіңдерге форма, ну, форма айтатын түк жоқ, да? Вот. И аласыңдар, былайынан жылжыт жересіңдер. Ура, керемет, ол жүрді. Давайте что-то мына қойып қойшы. Так. Альт басамыз, еще мен сені тағы бір нәрсе айтайын. Альт басып, бізде прям сондай бір кадр алынады да байқа кетеді. Яқта удалить ете салайық, потому что вот машина тұрады, типа, от алды, қайтып кетеді. Ну, как обычно, просто кетіп қалады да, яқташ. Это не дело. Вот, яқта басамыз, прям орта жағынан любой жерінен басамыз, свойства, и вот яқта бізде яқта эффект деген бар, и осы жақта біз минусқа қоямыз. Оны өзі жай прям жай бастайды да зыңқ етіп кетіп қалады. Жай скороспен кетті. Керемет, супер. И вот егер машинадан келген істейтін болсаңдар уже, вот машина прям бір зат келді деген сияқты болса, онда керісінше минус емес плюсты қоямыз. Вот. Вот, опа, көрдіңдер ме? Машина өзі жай келді и тоқтады. Тек осақ емес, мынақта бізде классик дегендер бар, осы жақта но, анау мынау дегендер бар. Әрқайсысы әртүрлі немен осыларды қолдануларыңа болады. Вот, мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Так, цирк деген бар әсіресе, вот. Мынаға минуспен басталады и плюспен бітетін ол бұл. Тарс етіп көрдіңдер ме? Жай келеді, скор салады, оң қойды. Прям сондай зат. Ал давайте мен сіздерге кішігірім айтып кетейін, басқаларында вот сызамыз, вот бірдеңке білмеймін бір черный андай белгісі сияқты бір жидкостьтарды істейтін болсаңдар керек па, вот мынаяқтар. Вот мынаяқта бір смешной бір күліп тұрғанды салайық. И мынаяққа анимация формы. Мынаяққа плюс қоямыз и бұда біз сыза аламыз. Вот. Давайте бүйтіп бірдеңке сызайық, күліп тұрған злой вот. Бірдеңке. И бұл бізде білмеймін не үшін керек, бізде мынадай бір деформация сайтта бір форма істейді, бұны көбінесе андай кейіпкердің қасы, анау мынау бір черный заттарды істеуге қолданады ма, сондай бірдеңке бұл. Енді честно мен түсінбедім не үшін екенін, бірақ бірдеңкеге қолдануға болады. Не үшін екенін білмеймін, бірақ қолданады да, короче. И давайте тағы бір нәрсе, ол бізде анимация движения. Вот, сіздерге бірден көрсетіп жіберейін. Вот, мынаяққа сызып. Анимация движения ол прям не сияқты. Классический анимация движения сияқты, бірақ өзгеше ма, сондай как так, мына. Анимация движения. Осыны қоямыз. И мынаяққа уже F6-ны басамыз. Вот мынаяққа шестеренканы қоямыз и бұда бізде оңай істеп кетеді. Опа, көрдің бе, қозғалады. Классический анимация движение өйтіп істеу қиын болады, себебі попросту айналып кетеді, қуып, анау-мынау болады. Вот, мынада бізде оңай. Осымен бізде басқа анимация жасауға болады, если еще перекладка деп аталады. Бұл кейіпкердің әр бөлшегін өзінше сабаласың и өйстіп оңай қозғалтасың. Осындай анимация жасауға болады бұда. Так, мынақта бүйтіп істейік, еще. Мен прям керемет түсіндіремін деп айта алмаймын, әрине. Мен бұның бәрін бесті сценарий ұрып отырмын әшейін. Сондықтан тупить ету мүмкін. I'm sorry, very well. Бұдан бүйтсек. Опа, бүйтіп өзіне өзі қозғалады енді. Осымен перекладка жасауға болады, мынамен бірдеңе істеуге болады, мынамен машина жасауға болады, әртүрлі да. Ал давайте осымен пока видеоны аяқтайық. Сенімен боламын, мен Олжас Тоқобай. Бүгінгі видеода мен әзірше өзім білетін заттарды үйреттім. Енді бұл пока азақ, мен біраз көп нәрселерек білем. Егер соларды айтқанды қаласыңдар, комментарийға жазып кетіңдер, лайк басыңдар, вот лайк басыңдар, комментарий жазыңдар.
жасайын ба келесі бөлімін, соның бәрін комментарияға жазыңдар. Ал сіздермен болған мен Олжас Тоқбайдың, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Ал сау болыңдар, давайте.